Қайырлы күн, достар. Колбасаны үйде қалай жасауға болады? Дүкендегі колбасаны халал дегенмен, оған көп сеніңте бермейміз. Не жесек те барынша таза, адал болғанын қалаймыз. Сондықтан бүгін үйде қолдан әрі қолда бар заттан ең дәмді колбаса дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 600 грамм сиыр еті, 400 грамм тауықтың сүбе еті керек. Әуелі тұтас етті ұсақтап тураймыз. Содан соң ет тартқышта бірінші сиыр етін бөлек тартып аламыз. Одан кейін тауықтың етін ет тартқыштан өткіземіз. Сосын ас тұзынан 9 граммын, нитрит тұзынан 9 граммын өлшеп алып, екеуін араластырамыз. Нитрит тұзын колбасаға қосу маңызды, себебі бұл тұз еттегі бактериялар мен инфекциялардың дамуына жол бермейді, әрі ет тауықтары жұмсақ әрі нәзік болады. Келесі ыдысқа 2 грамм қарабұрыш, 1 граммнан кориандр, мускат ұнтағы, паприка ұнтағы, приправадан салып, оны да араластырып аламыз. Үлкендеу ыдыс алып, сиыр еті мен тауық етін салып, бірге араластырып илейміз. Одан соң алдын ала араластырылған түрлі дәмдеуіштерімізді, тұзымызды салып, сарымсақты үпкіштен езіп қосамыз, барлығын тағы да араластырып аламыз. Етіміз басы бірігіп, массаға айналады. Оны пакетке салып, 10-12 сағаттай тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан шығарған соң тағы да 2 сағаттай қойып қою қажет. Содан соң ыдысқа салып араластырып, 2 бөлікке бөлеміз.
Осы кезде колбасаға арналған жасанды шет, яғни қабықшаны алып, жібіту үшін суға саламыз. Торттың кремін салатын пакетке етті салып, қысымдап, екі жағын байлайтын жіпті дайындап аламыз. Шегімізді суынан сорғытып, еттің ішіне саламыз. Екі жағынан ұстап, сығымдап алған соң, инемен әр жерінен тесіп, ауасын шығару керек. Екі жағынан жіппен қысып байлаймыз. Артық шеттерді кесіп, тағы 1 сағаттай бөлме температурасына қойып қоямыз. Содан соң духовканың сеткасына салып, 100 градуста 1,5 сағаттай пісіреміз. Духовканы ашып, ыдысқа су құйып, колбасамыздың астыңғы жағына қойып, тағы 1,5-2 сағаттай пісіріп алу керек. Ыдысқа суық су құйып, суымызға духовкада алған колбасамызды саламыз. 3-4 сағаттай толық салқындағанша қойып қою қажет. Міне достар, үйде қолда бар заттан ең дәмді колбасамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.